видео түсіру үшін ең алдымен 5 нәрсені білу керек. Біз соны дәл осы видеода айтамыз. Сәлем, филмейкер. Бірінші бізге референсы керек болады. Идея, бізге идея керек. Біз не түсіретімізді біліп баруымыз керек. Чтоб түсірілім алаңда не істеймін деп ойланып қалмау үшін. Кіресіз интернетке, миыңызда қандай картинка тұр, соны жазасыз да ключевой слованы. И потом соған сай фотолар жинап, галереяңызға жинап, бір картинка шығарып бастайсыз. Уже сіз содан түсірілім алаңында уайымдамайсыз, не түсіретіңізді біліп барсаңыз, это уже нәтиже. Так что мына сайтқа кіріп, референстарды қараңыз. Todos llevamos un francotirador apuntándonos al corazón. Pero el terror de verdad llega cuando esa bala no te da a ti y se lleva por delante a una persona que amas. Локация. Білем, қазір сіз жай ғана телефонға әуесқой түсіріп жүрген боларсыз. Мүмкін көшеде бір нәрсені жай өзіңіз түсіретін шығарсыз. Бірақ егерде бас аяғы бар бір видео шығарғыңыз келсе, сізге локация керек. Локацияға артық нәрсені жинап тастаңыз, бір нәрселерді қосып көріңіз, максимально четко и ясно шығу үшін, чтоб сырттан зритель қарағанда деу үшін локацияны барынша жақсы қылып алыңыз. Дальше уже свет. Қараңыз. Көрдіңіз ба не болады? Алып тасташы, брат. Көрдіңіз ба не болады? Жақсы. Сол үшін мынандай светтен или терезеден түскен светтен қолданыңыз. Терезедегі бесплатно, мынау білмеймін, қараңыз. Так что светпен жүрген жеріңізде ойнап жүріңіз, ары бері көріңіз, қалай алсам болады деп басыңызды қатырыңыз, өйткені сіздің кадрыңыз, сіздің балаңыз. Прикол. Короче, съемка бітті міне. Біткен жоқ? Вообще деймін да? Вообще да айтпадыңыз. Тезірік болса. Келесі сіз камерамен ойнау керексіз. Көбісі бүйтеді. Бүйтіп қатайып, напряженно ұстап алады да, өзінше плавно ұстап отырың дейді. Жоқ, және жоқ, ондай болмайды. Сіз камераңызды өзіңіздің несіне, атмосферасына қарай ойнату керексіз. Мысалы, динамиканы көрсеткіңіз келсе, бүйтіп кәдімгідей жылжытып, бүйтіп ұстау керек. Егерде сіз грусть там, андай-мындай бір эмоция көрсеткіңізсе, жайлап, плавно барасыз. Монтаж. Телефонға идеально келетін иншот видеолип. Онау кішірек. Осы программаларға обзор жасайық десеңіздер, комментарийға плюс қалдырып кетіңіздер. Звук. Егер сіздің видеоңыз спокойный бір видео болса, онда сіз тупо динамичный бір музон қоссаңыз, қате. Даже звук ходьбы, звук листья, звук ветра, звук машины видеоңыздың қандай бір звук бере алады, қандай звук қосуға болады, соны қосып көріңіз. Интернеттен тауып алсаңыз, это не проблема, это не заморачивайтесь. Тауып алыңыз да, фук қосыңыз. Детали сіз ойлағаннан да көп нәрсені істей алады. Так что звукқа қатты мән беріңіз. Музыка іздеп, үнемі музыка тыңдап жүріңіз, идеялар сол музыка арқылы келеді. Егер де музыка керек болса, менің Көптөлеуов деген телеграм каналыма кіріңіз, так что анда күшті музыкалар бар. Және ең алтын маңызды совет, осы жоғарыда айтылған советтардың бәрін орындаңыз, сол кезде сізден нәтиже шығады. Сізбен бірге NN Films, сау бол, филмейкер.